Рамазан шерифiniz hayırlı olsun. Bugün Kırmızıgalının 1078. күні кетмекте эфирде заман. Bu saatқа olып кечкен бөлі бір вақиялармен таныш etmege hazırmız. Ату арбейлері ишгалжелерінен тижарет тоқтатылмасыны талап етелер. Ишгал олынған территорияларға yollanılған әрбір гривна бұл терроризм десекленуіdir. ДНР террористлерінің ұжымы нәтижесінде 15 yaşında olған gençелек oldu. Бала вефат етті. Не үшін? Оның қабаты бар ма? Бізге bu не керек? Журналист Павел Шереметнің өлдірілуіні Русия сымырлағандыр. Кім бұл жинайетні сымырлап, япа білгеннен бағлы мәліматларымыз бар. Украина арбейлері Порошенкодан ДНР ве ЛНР кебі озына илан еткен Cumhuriyetleriyle тижарет ве Малиеви мұнасибетлер тоқтатылмасыны талап етелер. Бұны олар Украина шарқында язған видео бейнатында білдірелер. Украинаның ишгал олынған шарқы регионларының Қамачавы январның сонында башлап, малмен кеткен Юг-Араба ве тренлеріні кечірмейлер. Бірқач күн евелсі полиция бұл әрекетлеріні қанунсыз кебі танып, фальжілеріні тарқатмаға тырышты. Ми не підтримуємо жодну політичну силу. Біз ешбір сияси күчке қол тұтмайық. Ато ветеранларына олған басқыне наразы дегілміз. Олар шымды ЛНР ве ДНР ile олған тижаретні блок етелер. Бұне берабер біз ишгал олынған территориялар арасында контрабанда әрекеті тоқтатылмасына талап етеміз. Ишгал олынған территорияларға yollanılған әрбір гривна бұл терроризм десекленуіdir. Бұл терроризм ісе мемлекетімізге тыншылық бермей. Украина шарқында ДНР террористлерінің атышулары нәтижесінде 15 yaşında olған gençелек olған. Вақия Торецк янында olған Курдюмовка койынде бірқач күн евел солып кечкен. Койге қаршы женкеверлер миномет ве дигер ағыр силе бастасынен атеш açқанлар. İnsanlarının evleri де виран olған. Азбарларда снарядлар патлаған ерлерде 1 метрлік чұқырлар пейда olған. Ребенок сидел за компьютером возле окна. Бала пенжере янында тұрған білгісаяр қаршысында отырайды. Атышулар башлаған вақыт телекесіз олған ер қыдырып, дигер одаға кечменге башылған. Етіштірмеді. Снаряд о ерде патлаған. Араба қапыны қопарып ташлаған. Ев қапысы да виран олған. Пенжере жамлары қырылды. Снаряд парчалары оғланның юрегіне барып теген. 15 yaşında еді. Еще 2 двери и пробила и ребенку прямо в сердце. Мина түшті. Насыл етіп сақ қалғанларымызны білмейім. Бала вефат етті. Не үшін? Оның қабаты бар ма? Бізге бұ не керек? Полрост. Больше метра яма. Чуқур 1 метрден зияде терек сачмақ мүмкін. Аллах қоршаласын. Спаси Бог называется. Террорист Гивина кім өлдірді? Радио Свобода мұхберлері Болесвальнен Киев, Донецк ве Москва сакинлеріне мұражат еттілер. Түневіні ишгал олынған Донецкте өз офисінде Украина арбейлерінің хорламасынен белі олған Михаил Толстых Сомали ұжым группасының елбашысы патлатылды. Менің жесіне Русия шаатларыны yok еті. Өлгеніне инанмайым, белкі бір ерге қачқандыр. Русия тарафы япқандыр. Кім өлдіргенін білмейім, ләкин сағолыңыз дейім. Офисінде өлдірділер, оның үшін өзінкілер арасында қыдырмақ керек. Язық, менің жесіне Украина тарафы өлдірді, олар бізні аталарды. Донбаста айдут тақымлары чоқ өзара мұнасибетлерідір, ама белки Украинадыр. Анда не олғаны білмейікті, белки анда топырақ бөлелер. Киев ұжым еткеніні көреміз, бұны кімсе истисна етмей. Киев-то точно побит, вы же видели танки. Это же нельзя отрицать. Это все Америка. Бұл эпысы Америка, Украина спонсоры. Портахал инқилабына да Америка тешкіл етті. Бұтын дүнияны Америка боза. Весь мир Америка разрушил. Есть такое чувство, что кому-то Белки үшінші тараф бардыр. Біздер ер вақыт қау кеткенімізні істейлер. Просто выгодно, чтобы мы как бы друг друга недолюбливали. Думаю, СБУ Украины. Украина СБУ-сыдыр. Кімда ула біле? Донбассом и Украиной. Ну, кто еще может быть? Кто? КГБ, да?
Украинада паттатылған журналист Павел Шереметні Русия сымарышылы өлдіре білгендірлер. Бұны Украина ички ішлер Назир Арсен Аваков білдірді. Оның сөздеріне көре, өлдіріп сиясетінен бағлы олғаны истисна етілмей. Milli полицияда білдіргенлеріне көре, ресми шекілде қабат алыда кімсеге қаршы чықарылмаған. Шеремет кечкен сені июльнің 20-інде Киев мерkezінде өз арабасында патлатылған еді. Украина хакимиеті журналистінің өлімі аселет япылған өлдіровдірдей. Результаты досудебного расследования умышленного убийства. Кечірілген тақиқат көстергеніне көре, бұл өлдіров бір группа тарафындан япылған сымарыш өлдіровыдыр. Тақиқат сияси сымарыш олғанын да истисна етмей, сымарыш Русиядан келе білгендір. Версию заказного политического убийства, заказ на который поступил именно из Российской Федерации. Қабатда кімсеге чықарылмады. Біз шымды бұл yönelişте çalışamыз. Кім бұл жинайетні сымарлап япа білгеннен бағлы малюматларымыз бар. Ләкин біз бұл малюматны açıqlап оламайық. Розуміння замовників, виконавців, пособників, але це не є предметом, який можна сьогодні озвучувати. Türkiye'de yazda olup geçken hükümet Abdurrahman tılıuından son көрсетілген fevkalade rejiminin çerçevesinde represiyalar devam etmekte. Memlekette da 4,5 bin devlet hizmetçisini işten boşatkanlar. Yarısından ziyadesi bu tahsil sahasında çalışkan insanlardır. Hakimiyet onlarını Fethullah Gülen'den bağlıdır deyip qabatlay. Lakin onlar tek memleketinin Şarkı Cenebi regionunda zorbalık toxtatılsın deyip petisiya imzalağanlar. Üniversitede ifade özgürlüğünü, demokrasiyi, barışı savunan insanların varlığına son verme suçuna ortak oluyorlar. Bu suç neydi? Savaş suçuydu. Antidemokratik uygulamalardı. Hak ihlalleriydi. Hem de çok ağır hak ihlalleriydi. Hayır dedik, itiraz ettik ve itiraz ettiğimiz için bugün bu durumdayız. Bütün akademik haklarımız ve özgürlüklerimizi, hatta artık bir zamanlar bir gazetecinin dediği gibi bizi sivil ölüme, medeni ölüme terk etmek için bütün haklarımızı, siyasal haklarımızı, sosyal haklarımızı elimizden alan bir hukuksuzluk ve bu hukuksuzluğu OAL süreci başlarından beri yaşıyor. Ахмеджет мерkezinde gayradan tamir işleri başlandı. Evvelsi merkezi sokakına tamirlegen şirket endi kusurlarını doğırlay. İşgalci şehir hakimiyeti merkezi sokakının abadanlaştırıvı kış başlanğanına kadar bitirilmek gerek olğanını bildirdi. İşçiler ise abadanlaştırıvının yılın sonuna kadar zornen yapı bitirdiler. Keçirilgen tamir keyfiyetini şehir sakinleri öz memnuniyetsizligini bildirdiler. Кезлев sakinleri devlet hizmetlerini beruf merkezinde büyük nevbetler olğanına şikayet ettiler. Merkez açılğanda işgalci hakimiyet vekilleri жалын nevbetler yerine elektron nevbeti teşkil etileceğini bildirgen edi. Lakin o çalışmay. Sakinler soğukka bakmadan saatlarnen azbarda nevbeti turmağa mecburlar ya da alış-veriş yapkanlardan 5.000 talon satıp almalılar. Написали объявление, списки не составляйте, ходите как стадо. Cedveller tızmengdep ilan yazdılar. Surukıba kelin deyler. Karavul ya da memuret hadimi çıkıp Ivanov, Petrov kırın deseler olacak da bir nevbet teşkil etmek gerek. Mında kelip realtorlar biletlerini satarlar, talonlarını 5000 rublege teklif eteler. Goskomregistr talon bermey, elektron nevbeti çalışmay. Goskomregistr talon berse de o da 1,5 ay oge beri. Misal olarak bu ev satılığının bağlı olsa, sahibi bilip olamayda meskeni doğru 1,5 aydan satacağını. Evvelden talonunu alsan da belki bir vesikanı alıp yetiştirmesen, talon küçünü joya. Ne gerek bu talonlarını 1 ya da 2 ay oge bermegi. Bu saat hazır olğan sonki haberimiz edi. Nevbeteki yayınlarımızını kaçırmanız. Hoş geldiniz.